Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді, езілмей пісетін түшпәра немесе пилмен дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге таразы қажет болады. Таразыға ыдысымызды қойып, нөлге теңестіріп аламыз. Міндетті түрде таразы пайдаланыңыздар. Таразы пайдаланбасаңыздар дұрыс шықпай қалады. Оның үстіне ұнымызды саламыз. Мен грамын, судың грамын барлығын описанияға жазып қойдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Мінекей 500 грамм ұнымды салдым. Енді оған құятын суымды дайындаймын. Міндетті түрде ыдысты қойғаннан кейін барып таразыны нөлге теңестіресіздер. Үстінен салқын су құямыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Енді өзіңізге байланысты. Оны өздеріңіз көре жатасыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі кезекте үлкен қасықпен 2 ас қасық сұйық май құямыз. Содан соң барып 2 жұмыртқамызды қосамыз. Егер сізде жұмыртқа кішкентай болса, 3 қоссаңыз болады. Содан соң барып тұзымыз еріген суымыздың барлығын құямыз. Қорықпаймыз, қыздар. Барлығын толықтай құямыз да қолмен өте әдемі, жұмсақ, керемет қамыр илеп шығамыз. Бұл жерде барлығы өлшеулі, сондықтан суды қорықпай құйыңыздар. Сосын қамырды әдемілеп тұрып илейтін боламыз. Ыдыстың ішінде сәл-пәл ұзақтау илеңіздер. Шамамен 5-10 минуттай иін қандырып илеңіздер. Ыдыста илеп болғаннан соң дастарханның үстіне алып, дәл видеодағыдай 4-5 мәрте иін қандырыңыздар. Иі қанған қамыр әдемі, керемет болып жайылады. Сондықтан бұл процесте ерінбеу керек. Дәл осы процесті қайталаңыздар. Мінекей жұмсақ болып біздің қамырымыз иленіп болды. Енді жарты сағатқа тындырып қоямыз. Яғни қамыр демалуы керек. Начинкасына мен пиязды мен блендермен езіп алдым. Егер сіздерде блендер болмаса, күштен өткізіп қоссаңыздар болады. Міндетті түрде суын сығып барып қосатын боламыз біздің фаршымыздың үстіне, яғни тартылған етімізге. Міндетті түрде салмасының барлығы, қанша грамм қосу керектігінің барлығын мен описанияға жазып қойдым. Сол жерден көріңіздер. Дәміне қарай бұрыш және де тұз қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Міне осындай құрғақ болып шығуы керек. Келесі кезекте иі қанып тұрған қамырымызды алып жаятын боламыз. Қамыр өте әдемі, жұмсақ, иі қанып тұрған қамыр. Сондықтан қамыр өте әдемі, еш қиындықсыз жайылады. Арасына ұн салып, дәл видеодағыдай жасап алып, қамырды жаюды бастаймыз. Егер сіздер қамыр жаюды білмесеңіздер, немесе қиындық тудырса, мен описанияға жазып қойдым. Қамыр жаюдың менде арнайы видеосы бар. Дәл сол видеоны көріп, қамырды тез жаюға болады. Міндетті түрде сол видеоны көрсеңіздер болады. Бұл жерде мен қамыр жаюды толық айтпаймын. Сондықтан сол видеоны қарасаңыздар болады. Қалыңдығы шамамен осындай болады. Қатты жұқа да, қатты қалың да керек емес. Осындай баклажканың 0,5 немесе литровый баклажканың бас жағын қайшымен кесіп алыңыздар. Сонда өте ыңғайлы формочкалар жасап шығатын боламыз. Келесі кезекте начинкасын саламыз. Пайдаланбай жатқан қамырымыздың үстін осындай ыдыспен немесе пакетпен жауып қойыңыздар, себебі құрғап кетеді. Мінекей начинкасын саламыз, салмасын салып, қатты қысып, әдемілеп, формасын шығарып, түйіп шығамыз пельменімізді. Керегін пісіріп алсаңыздар болады. Керек емес, басқа уақытта пісіргілеріңіз келсе, дәл осылай тақтайшаға қойып, морозильникке қатырып алып, қатқан соң пакетке салып қойсаңыздар болады. Мінекей, осылай тақтайшаға қойып, мен алдымен қатырып алдым. Және де жасалу жолы кәдімгі суымызға тұз салып қайнатып, пельменімізді салып алдық. Мінекей, пельмендеріміз дәл осылай болып пісіп шығады. Мүлде езілмейді және де керемет болып шықты. Ас болсын, видео ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.